рахмет, сәттілік тілеймін. Енді атам Аликұлы еді. Атам Аликұлы. Атам Аликұлы дед. Ага, бұныңызге. Мазен көп болды. Көп болды. Көп болды. Осыңызда отырамыз достарға. Кішкентай жулардың алдарына қойып қойдым. Ішінде тіректерін алуға, мысалы, сіздерде бірінші бол, втордай белсенді бол, болаттай мықты бол деген сияқты. Байқасаңдар, сендерді лейтенант бүгін тобы, иә? Ал, бастаймыз. Қасыр? Директор ішкі жоғарғы мекан белгісі. Жарайсың. Давайте. Кім тосып? Аға. Жер қыртысында ең кең тараған металл алюминий. Жарайсыңдар. Сендерге мынандай бағалы парақтарын беремін. Смартфонға өздерінің балдарыңды сабақ барысында қойып отырасыңдар. Және де сендерге жақсы жаңа сұрақтарға жауап берген оқушыларға не істеймін? Мегабайт таратамын. Сабақты бастамас бұрын бір жұмбақты шешулеріңді сұраймын. Біз ағайынды еш жігітпіз, бесеуіміз де өткір, кез келген адаммен оңай араласатын ашық тартым жігіттерміз. Кейбір көре алмаған жігіттер бізді жүрген жерін сілтейді, тыңдырақ өсек айтады. Мінезі тастай онша маңызды жұмыс істемейтін Латиф деген ағам азулы қызға үйленді. Ал ағамдарда істемеген жұмысы жоқ. Аспаз да болды, шыны да жасады. Қазір тұрмыстық қызмет көрсету комбинатында директор. Мен өзім ауыл шаруашылығында, оның ішінде егін жағында істеймін. Егіннің рәнтайдың сартай жүргендей берсем тұтана кетеді қыз балы. Бағына қарай жақсы қыз кездесе, жақсы болар еді. Өздері автоматты сигнал беру жағында жұмыс істейді. Мен және 5 ағайындыларым кім? Қайта, сіз айтам, отырып тұра беріп отыра бермеш? Қайттан біліп қойыңдар оны? Аха, неге? Латиф деген кім ол? Аха, натрий деген ал. Тамақ өнеркәсібі кімде? Натрий. Неге тамақ өнеркәсібі кімде? Натрий? Хлориді, иә? Сөйлеп атқан кім деп ойлайсыңдар? Калий. Натрий және калий. Бірінші топ элементтері сілтілік металдар деп аталады. Олардың атомдарында тек бір ғана сыртқы электрон бар. Сол себепті сілтілік металдар аса белсенді болады. Бізде мұнда сілтілік металдар бар. Мен олардың ең біріншісі және ең жеңілі литийді аламын. Бұларды майдың ішінде сақтау керек. Себебі бұлар ауамен және ылғалмен тез әрекеттесіп келеді. Сонымен литийден бастайын. Мен оны мұнда салайын деп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай, ол шыжылдап жатыр. Бұл сутек бөлінгендігінің белгісі. Реакция өте экзотермиялық, басқаша айтқанда температура бірнеше есе артып, адам ағзасына да өте маңызы зор, яғни барлық бізде зат алмасу байланысты биоэлемент болса десек болады. Яғни бағана кальциондардың анықтамасы әртүрлі жаңағы от шашу кезінде осы жаңағы заттар қолданады. От шашу әр
Sizlerге берер тапсырмалар көп екен. Смартфондарына жіберілген сілтемеге өтіп, менің яғни Қалибек Галиден атомында құрап жатқан электрондарын көріп, ұяшықтарға және орбитальдарға дұрыс орналастырды. Сілтемеге өтіп, 3D-ні түсіріп аласыңдар, мыналарға есесіздер электрондарды орналастырасыңдар. Есесіздерге қараймыз. Оған кейін оны аламыз. Ішіндегі өте кішкентай бөлшегін кесіп аламыз. Яғни тырнақтайсың, кішкентай тырнақтың ұшымен қалғанын керосиннің өзіне салып қоямыз. Мына жерде балалар таза су құйдым. Керосинде болғаннан кейін нені әбден майын сүртіп алу керек. Қолмен ұстауға болмайды. Суға лақтыруға қараймыз. Өте аз салдым. Реакция тегеуге час. Бірінші топ қандай реакцияда? Так, төртінші топ. Балалар. Ойланып жауап береміз. Қойыңызшы. Жарайсыңдар. Қуат көзі сендерге нағыз. Бұл не қалмақ? Шақ тапсырма болды. Тоғыз. Järgi bombalar alғандар бар ма екен? Жасылға қоямыз, саламыз. Жаңағы бәрі түсінікті болса. Қызылға саламыз, түсініксіз, әлі де түсінбеген оқушылар қызылға саламыз. Көк қолбаға, яғни әлі де болса, сұрақтарың бар болса, әлі де бір түсінбеген тұстарың болса, осыға қоятындар. Ал келіңдер, қойыңдаршы. Түсінбеген оқушылар.